Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Наполеон тортының рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен сапасы жақсы, 2 кішірек слоеный тесто алдым. Енді слоеный тестаны жайып аламыз. Содан кейін 4 бұрыш етіп бөліктерге бөлеміз. Енді кезекте табамызға салып, пешімізге пісіріп аламыз. Барлығы пісіп боламын дегенше заварной крем дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз, 300 грамм қант қосамыз және араластырамыз. Үстіне лимонның сыртын үккіштен өткізіп қосамыз. Содан кейін 1 кіші қасықпен ванилин және 3 ас қасық ұн салып араластырамыз. Жүз грамм сүт қосып жақсылап араластырамыз. Енді кезекте 1 литр ыстық сүтке дайындалған қоспаны видеодағыдай етіп қосып, заварный кремді баяу отта қайнататын боламыз. Креміміз қойыланғаннан соң үстіне 200 грамм сливочный май қосып араластырамыз. Дайын болған заварный кремді басқа ыдысқа құйып, бетін пищевой пакетпен жабамыз. Енді кезекте піскен слоеный тестомен кремді араластырып, қалыпқа салып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қалдыратын боламыз. Үш-төрт сағаттан соң тортты алып, бетін әсемдейміз. Біздің Наполеон тортымыз дайын. Сіздермен болған ардақ. Видео рецепт ұнаған болса, лайк, коммент қалдырып кетіңіз.